Бүгін Балуан Шолақ атындағы спорт сарайында керемет іс-шара өтіп жатыр. Мұнда жастар, мемлекетшіл жастар 15 наурызда өтетін республикалық референдумды қолдау үшін бір арнаға тоғысып, өздерінің үндерін қосуда. Біз тарихи кезеңнің қарсаңында тұрмыз. 15 наурызда жаңа конституцияның жобасы бекітілетін болады. Бұл конституция еліміздің дамуына, қоғамның алға қарай ілгерілеуіне өз ықпалын тигізеді. Өйткені басқа қоғам салаларынан бөлек, мемлекеттік салалардан бөлек, ғылым саласы да осы конституция жобасында қарастырылып, оған ерекше